Алдыңғы видеода бронхиттердің айырмашылықтарын және олардың себебін айттық. Ал бүгінгі видеода клиникалық көрінісі мен емі туралы айтатын боламын. Жедел бронхиттің басталуы ОРВИ симптоматикасымен қатар жүреді. Бірінші интоксикация симптомдары, яғни бұған жалпы әлсіздік, терлегіштік, шаршау, қалтырау, арқа мен бұлшықеттердің ауырсынуы, дене температурасының сәл көтерілуі жатады. Жөтел алғашында құрғақ жөтел болады, содан кейін шырышты жөтел немесе іріңді қақырықпен болады. Ал созылмалы бронхит кезінде оның басталуы біртіндеп, таңертең ұйқыдан тұрғанда шырышты қақырықпен жөтел пайда болады. Одан кейін күні бойы мазалай бастайды. Суық ауа райы жөтелді одан әрі қоздырып, жылдар өте келе тұрақты жөтелге ауысады. Ал созылмалы бронхиттің өршу сатысы кезінде дене температурасы 37-38 градуста, ентігу, ауа жетпеу сезімі, жалпы әлсіздік пайда болады. Созылмалы бронхиттен зардап шегетін адамдарда өршу сатысында егер жөтел 3 аптадан асса, температура 38 градустан жоғары болса, жасы 75-тен асса, пневмонияға күдік болса, онда жалпы қан анализін және кеуде клеткасын обзорная рентгенографияға түсу қажет. Және қақырық шақсы бөлінсе, қақырықты жалпы немесе және микроскопиялық анализін тапсыру қажет. Жаңа микроскопиялық анализ ол туберкулез микобактериясын анықтау мақсатында. Егер жөтел ентігу, дем шығарудың қиындауымен жүрсе, спирография өткен дұрыс. Бұл спирография арқылы бронх демікпесін анықтаймыз. Енді бронхитті қалай емдейміз? Бірінші, дене қызуының жоғарылауында төсек режимі керек, яғни жатып дем алу. Егер температура 38-5 градустан асқан жағдайда температураны түсіретін препараттар парацетамол, ибупрофен қолданамыз. Температураның жоғарылауы кезінде көп мөлшерде жылы сұйықтық ішу маңызды. Тәулігіне 2-3 литр. Оған су ішсеңіз де, компот, морс, шай ішсеңіз де болады. Себебі ағза терлеп, іштегі ыстықты сыртқа тер арқылы шығарады. Соның нәтижесінде ағзада сусыздану болмау үшін көп сұйықтық керек. Және сұйықтық арқылы қақырық сұйылып, қақырықтың қоюланып қалуының алдын алады. Яғни қақырық тез шығады. Және бөлмедегі ауа ылғалды болу керек. Құрғақ ауа ол бронхиттің шырышты қабығын одан сайын тітіркендіреді де бронхиттің өршуіне әкеледі. Ол үшін бөлме іші салқындау температурада ұстау керек. Яғни 20-21 градуста температурада болу керек. Жиі терезені ашып желдетіп қою қажет. Және шамаңыз келіп жатса, ауаны ылғалдандыратын аппарат алып қойғаныңыз дұрыс. Енді температураны қалыпқа келтіріп алған соң ЛФК-мен айналысу қажет, яғни тыныстық жаттығулар, кеуде клеткасының массажы, оның барлығы ютубта бар. Одан кейін егер қиын бөлінетін тұтқыр қақырық болса, қақырықты сұйылтатын, шығаратын түрлі мукоактивті препараттар қолданылады. Мысалы оған амбраксол, лазолван, ацысы, қақыр шығарушы шөптер жатады. Ал қақырық жақсы бөлініп тұрса, бұл препараттарды ішіп керегі жоқ. Егер жөтеліңіз құрғақ, қақырықсыз болып тұрса, онда жөтелдің рефлекстерін басатын, мидағы жөтел орталығына әсер ететін препараттар қолданылады. Оған бәріміз білетін синекот, кадилак, амнитус препараттар жатады. Ұмытпаңыздар, бұлар тек қақырығы жоқ, құрғақ жөтелде ғана қолдану керек. Егер бронхообструктивті синдром болып жатса, бұл дегеніміз бронхтар тарылып, тыныс алу қиындап, ауа жетпеу, ентігу сезімдер болса, онда бронхтың қабырғасын кеңейтетін препараттар, бронходилататорлық препараттар қолданылады. Бұл препараттарды небулайзер арқылы ингаляция түрінде немесе аэрозоль түрінде қолдануға болады. Оған сальбутамол, фенотерол немесе осы препараттардың біріккен комбинирленген түрлері бар. Соларды күніне 4-6 реттен қолдануға болады. Ал енді қай кезде антибиотик керек? Бірінші,
жедел бронхит кезінде антибиотиктер тағайындалмайды, себебі ол тек вирустардан пайда болады. Ал созылмалы бронхит немесе осы жедел бронхит бактериалды инфекциямен асқынып кетсе, сол кезде ғана антибиотик тағайындалады. Енді осы бактериалды инфекция қосылып кеткенін қайдан анықтауға болады, қайдан білеміз? Бірінші, ентігудің күшеюімен жүретін қақырық көлемінің ұлғайып, іріңді түрге айналуы. Яғни іріңді қақырық және ентігу. Одан кейін дене температурасы 3 күннен аса 38 градустан жоғарылап тұруы. Және анализ тапсырған кезде жалпы қан анализінде нейтрофильді лейкоцитоз, сойының жоғары болуы болса, бактериалды инфекцияға күдіктеніп, осы кезде антибиотик қабылдауға болады. Ал антибиотик қабылдаудың өзінің ережелері бар. Оны 7-10 күн қабылдаймыз. Температура түсті екен деп 3 күннен соң тоқтатып тастауға болмайды. Соңына дейін қабылдау керек. Себебі бактериялар өлмей қалуы мүмкін. Бұл сізде антибиотикке деген төзімділікті одан самай жоғарылатып жібереді. Осының салдарынан кейін сіз ауруға қалған жағдайда бұл антибиотик сізге әсер етпей қалады. Алдағы уақытта қандай тақырыпта видеолар көргіңіз келеді немесе ақпараттар алғыңыз келеді, соны комментарийде жазып кетсеңіздер болады.